Тіл билігі берілді 36 жыл бұрын. Бірақ қанша әсір көтерген жүгін. Достым, уақыт келді өзлігің ұғын, таза сөйле Қарақалпақ тілінде. 1 декабрь Қарақалпақ тіліне мемлекеттік тіл билігі берілген күн. Бұл күн Қарақалпақ халқының бай тарихы, мәдениеті һәм тілі үшін ахметлі сәне болып есептелінеді. Байрам мөнәсәбәтіменен Тахиятас районында жайласқан 2 санлы мектепке шекемгі білімлендіруші өлкемінде ана тілім, дана тілім атамасында байрам кешесі болып өтті. Байрам ләжі давамында кішкене достарымыз тілге арналған тақмақлар айтты. Бұл өлкемдегі балалар жүдә талантлы екен. Олар әр түрлі ойынларға ойнады. Тәрбиеші апалары балаларға тіл хақында түрлі білімдерді беріп келмекте. Тілімізді асырап, келешек әулетқа таза халында жеткеріп беру әрбіріміздің вазипамыз. Сондықтан бұл балалардың Қарақалпақ тілінде таза сөйлеуі үшін тәрбиешілер Қарақалпақ халқының белгілі болған шайырларының қосықларын айтып берді, һәм де балаларға үйретті. Анамыз ғой, тіл менің де, сенің де, оны биік тұту керек кемінде. Құтлықлайын бүгін ана тілімді, таза сөйлеп Қарақалпақ тілінде. Бұл кішкене достарымыздың әрбіріне бақытлы балалық тілейміз.